Күн балалар, біз математика сабағынан 113 сабақты қарастырамыз. Алғаш рет адам баласы Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа ұшқанын білесіңдер. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Алғашқы ғарышкерлердің ғарышқа ұшуы туралы деректерді қараңдар. Юрий Гагарин 1 сағат 48 минут 1 айналым жасапты. Герман Титовтың ұшу ұзақтығы 1 тәулік 1 сағат екен 17 айналым жасапты. Андриан Николаевтың ұшу ұзақтығы 3 тәулік 22 сағат 64 айналым жасапты. Енді бізге осы Герман Титов пен Андриан Николаевтың ұшу ұзақтығын сағатпен өрнекте дейді. Герман Титовтың ұшу ұзақтығы 1 тәулік 1 сағат екен, оны сағатқа айналдырсақ 25 сағат. Андриан Николаевтың ұшу ұзақтығы 3 тәулік 22 сағат екен, оны сағатқа айналдырсақ 94 сағат болады. Келесі екінші тапсырмаға қарай көбейту қалай орындалған. Бірінші көбейткішіміз 23, екінші көбейткішіміз 4. Алдымен бірліктерді көбейтемін, 3-ті 4-ке көбейтемін, 12 болады. Бұл 1 ондық және 2 бірлік. 2 саны бірліктің астына жазылады, ал 1 ондықты ойыма сақтаймын. Енді ондықтарды көбейтемін, 4-те 2-ке көбейтемін, 8 болады. Ойдағы 1 ондықты 8-ге қосамын, 9 болады. Ондықтардың астына 9 санын жазамын. Жауабы 92 болады. Келесі 3-ші тапсырмаға қарайық, бөлу қалай орындалғанын қараңдар. Бөлуді жоғарғы разрядтардан жүздіктерден ондықтардан бастап бөледі. Бөлінгішіміз 92, бөлгішіміз 4. Бірінші толымсыз бөлінгішіміз 9 ондық. Бөліндіде 2 цифр болады, ондық және бірлік болады. Алдымен ондықтарды бөлемін, 9-ды 4-ке бөлемін, 2 болады, 1 қалдық қалады. Бөліндіге 2 санын жазып, ал қалдықты ондықтың астына жазамын. Бірлікті қасына түсіремін. 1 ондық және 2 бірлік, бұл 12 бірлік. Енді бірліктерді бөлемін. 12-ні 4-ке бөлсек 3 болады. Бөліндіге 3 санын жазамын, қалдық 0-ге тең. Демек сан толық бөлінді. Жауабы 23 болады. Келесі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Өрнектерді баған түрінде есептеу нәтижелерін тексер дейді. Яғни көбейтуді және бөлуді баған түрінде үлгі бойынша есептеп шығарамыз. Келесі 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Күрделі теңдеулерді шешу керек. Мұндай күрделі теңдеулерді шешетін кезде қосымша есептеулерді есептеп алып, теңдеуді ықшамдап, қарапайым түрге келтіріп алып, теңдеудің мәнін табамыз. Келесі 6-шы тапсырмаға назар аударайық, есепті шығар дейді. Ғарышкерлер ұшу сапарына әрқайсында 32 түбекшеден 3 қорап сорпа және бірнеше түбекше ет алды. Олар барлығы 200 түбекше тамақ дайындаған болса, онда ұшу сапарына қанша түбекше ет алған екен. Яғни балалар 3 қорап сорпа дайындапты. Әрқайсында 32 түбекшеден бар екен. Және 200 түбекше тамақ дайындапты. Ал ет белгісіз екен. Ет неше түбекше ет алған дейді. Ол үшін 32-ні 3-ке көбейтеміз, 96 болады. Барлық сорпаны тауып аламыз. Барлық дайындалған 200 түбекшеден 96-ны аламыз. Сонда 104 болады. Яғни 104 түбекше ет алған екен. Келесі 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Мұнда фигуралар тұр. Егер боялған бір бөліктің өлшемі берілген болса, осы фигуралардың ауданы қанша болады дейді. Бірінші фигура шаршы тәрізді. Яғни шаршы тәрізді фигураның қабырғасын табу үшін мына боялған жер 2 сантиметр болса, ол 3 бөлікке бөлінген, 2-ні 3-ке көбейтіп, бір қабырғасының ұзындығын тауып аламыз. Яғни қабырғасының ұзындығы 6 сантиметр болды. Бір қабырғасы 6 сантиметр болса, оның барлық қабырғасы да 6 сантиметрден болады. Яғни ауданын табамыз. Ауданы 36 квадрат сантиметр болады. Келесі фигураға назар аударайық.
Келесі фигурамыз тік төртбұрыш тәрізді. Яғни ұзындығын және енін табамыз. Ұзындығын табу үшін бір боялған бөлігі 3 см болса, яғни ұзындығы 5 бөлікке бөлінген. 3 см-ді 5-ке көбейтеміз, ұзындығы 15 см болады. Енді барып енін тауып аламыз. Енін табу үшін бір бөлік 3 см болса, ені 2-ке бөлінген, 3-ті 2-ке көбейтеміз, 6 см болады. Бұл ені. Енді ауданын табу үшін 15-ті 6-ға көбейтеміз. Бұл екінші фигураның ауданы 90 квадрат сантиметр болады. Келесі үшінші фигураға назар аударайық. Бұл фигурада тік төртбұрыш тәрізді. Бұл фигураның ені белгілі 4 см. Ұзындығын табамыз. Ұзындығы 5 бөлікке бөлінген, бір бөлігі, боялған бөлігі 2 см екен. Яғни ұзындығын табу үшін сол боялған бір бөлікті бөлінген 5-ке көбейтеміз. 2-ні 5-ке көбейтеміз, 10 см болады. Яғни бұл фигураның ұзындығы 10 см болды. Ені белгілі 4 см, ауданын табу үшін 10 см-ді 4 см-ге көбейтеміз. Сонда бұл фигураның ауданы 40 квадрат сантиметр болады. Бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар.